Қазақстан-Өзбекстан қарым-қатынастары контекстіндегі мәдениеттер диалогы бүгін осындай атаумен шаһарда ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған қос елдегі ірі оқу орындарының ғалымдары, этнобірлестік өкілдері мен қоғамдық бірлестіктер қатысты. Шараның мәдениеттер диалогы деп атау алаңында таң қалудың еш негізі жоқ. Өйткені қазақ, қырғыз, өзбек төсекте бастары қосылмаса да, төскейде төрт түлігі бірге өрген ағайындас елдер. Конференцияның көздегені де осында. Ұқсас бірақ ұмыт болған мыңжылдық мәдениет пен ілім ошақтарын қайта жандандыру. Бұл қазіргі жаһандану кезеңіндегі геосаяси яки құрлықаралық шиеленісте жұтылмас үшін қажет дейді шараға қатысушылар. Тиісінше конференция мінберінде сөз сөйлеген ғалымдар тарихи зерттеулер мен мәдени мазмұндамаларын мұқым елге мәлімдеп берді. Ал ұйымдастырушылар ағайындас елдер арасындағы салт-саналық ауызбіршілікті өткізу маңыздақ дейді. Өйткені кеңестік билік құлаған өтпелі кезеңнен бері тұралап қалған таным мен ұқсас мәдениетті бірлесе отырып жаңғыртудың сәті келгендігін айтады. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланыстар тарихи жағынан қарайтын болсақ, бірнеше мың жылдықтарға созылған. Әр жылдарда, әр кезеңдері дамудың өзіне ерекшеліктері бар. Екі елдің арасындағы қарым-қатынастың тарихын, түп-тамырын сипаттай отырып, екі ел арасындағы қарым-қатынас келешекте одан әрі дамып, осы Евразиялық кеңістікте, Орталық Азиядағы өсіп өркендеудің негізі болатындығы анық.